Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қағаздан тышқан жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тышқанды жасау үшін бізге ең алдымен А4 парақ керек. А4 парақты осылай шашып пішіндес етіп, қайшының көмегімен қиып аламыз. Міне біз қиып алдық. Енді X тәрізді етіп бүктейміз. Содан соң осылай жартылай ғана бүктейміз. Келесі бетінде дәл осылай қайталаймыз. Сол кезде бізде осындай фигура шығады. Барлық бетін осылай қайталап шығамыз. Содан соң осы әрекетті жасаймыз. Келесінде осылай бүктейміз. Осылай өлшеп алып қайырамыз. Бізге бұл жерде сызғыштың көмегі керек болады. Міне енді дәл ортасынан қайырамыз. Себебі бізде тышқанның пішіні шығуы керек. Міне осылайша құйрығын жасаймыз. Міне енді құйрығы жіңішке болып тұру үшін осылай екі бетінде қайырамыз. Құйрығын жасап болдық, ал енді құлағын жасауға кірісеміз. Міне құлағы да дайын болып қалды. Енді мұрнын, көзін осылай фломастердің көмегімен сызып қойсақ болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Міне біздің видеомыз осымен аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бұл видео түсінікті болды деп ойлаймын.